Сағынышпен еске алу. Адам мәңгі жүрмейді бұл жалғанда. Көнеміз ғой тағдырдың салғанына, көзімізге ып-ыстық жас келеді. Өздеріңді сағынып еске алғанда. Жылдар өтті дүниеден өткеніңе, қоштасып бізден мәңгі кеткеніңе, рухтарыңа бас иіп еске аламыз, амал бар ма тағдырдың өткеріне. Өмірден өткен жақындарымызды сағынышпен еске алу. Әкеміз Сәтбекұлы Тезекбай, 1926-1970. Анамыз Кәрібек қызы Панар, 1926-1989. Тезекбайұлы Жексенбай, 1951-2001. Тезекбайұлы Сыздық, 1953-1996. Уақыт өткен сайын адамның жаны жарасын жазырғанымен, сағынышын ешқашан өшіре алмайды. Өлі разы болмай тірі байымас деген халқымыз ата-бабасын ардақтап өткенін ұмытпаған. Бүгін біз де жүрегіміздің төрінен орын алған аяулы жандарымызды сағынышпен еске аламыз. Әкеміз Сәтбекұлы Тезекбай өмірінің соңына дейін елге адал қызмет еткен, есептің ғана емес, отбасының да берекесін ұстаған жан еді. Соғыс жылдарының ауыртпалығын көріп, жалғыздығын жарығы болып, туған жеріне оралып, артында ұрпақ қалдырды. Анамыз Панар тылдағы еңбекпен шыңдалған, 12 құрсақ көтеріп тағдырдың талай сынағына төтеп берген қайсар ана. 6 перзентінің жастай шетінеген қайғысын көтеріп, қалған балаларының бақыты үшін өмір сүрген алтын жүректі ана еді. Ана үйдің шырағы, әке отбасының тірегі дейді дана халқымыз. Сол шырақ та, сол тірек те бүгінде арамызда жоқ. Бірақ олардың өнегесі, тәрбиесі, есімімен жасаған жақсылық ұрпақтарының жүрегінде мәңгі сақталады. Әкемізден ерте айырылып, әке мейірімін толық сезіне алмасақ та, жүректегі сағыныш ешқашан азайған емес. Анамыздың әкеңе арнап ән жазбайсың ба деген бір ауыз сөзі жүрекке мәңгілік із қалдырды. Сол сағыныш кейін әнге айналды, перзенттік махаббатқа айналды. Жатқан жерлеріңіз жайлы, топырақтарыңыз торқа, жандарыңыз жәннатта болсын. Асыл әке-шешеміз, ардақты ағаларымыз. Сіздерді сағынған сайын дұға бағыштап, есімдеріңізді құрметпен еске аламыз. Артында қалған ұрпағы бар адам өлмейді. Жақсы адамның аты мәңгі өлмейді. Жандарыңыз жәннаттың төрінде шалқысын. Өмірге сәби келді, бірақ та көре алмады әке сені. Кенжеңнің бұл баласы құшақта, атам деп қарсы алдыңнан шығарма еді. Бір балаңның қызығын көре алмадың, бір баладан немере сүйе алмадың. Енді міне ерсі жыл өткенінде, кенжеңіздің баласын біле алмадың. Жас болдым ба қайтейін өкінемін, сондықтан әке сенен өтінемін.
ayanbayat Elpeşte bana şimdi ötkezemen Bir balanın kızığın köre almadın Bir baladan nemeri suya almadın Endimini yürüsüyeceğim ötkeninde Gençinizдің balasın bile almadın Есімін атады ғой Айдархан деп Баласы үлкен олың Жексенбайдың Дархан ет немерең оны қойған Маңдайынан иіскеп қайт немерең